Құрметті талапкер, егер білімнің орасан күшіне ие болғыңыз келсе, онда сізді Семей көпсалалы колледжіне шақырамыз. Біз заман талап ететін Қазақстанға және әлемдік сұранысқа ие мамандықтар бойынша дайындықты қамтамасыз етеміз. Құқықтану мамандығы, біліктілігі заңгер. Заңгер мамандығы пайда болған қиындықты шешуге бағытталады. Заңгер мамандығы іскерлік қауымдастықта әрқашанда кез келген жағдайда үлкен қажеттілікке ие болып отырған мамандықтардың бірі. Бұл саладағы мамандар әр ұйымға, фирмаға, кәсіпорынға, коммерциялық және қоғамдық құрылымға қажет. Аударма ісі мамандығы. Аудармашы маманның кәсіби қызмет түрлері. Түрлі жанрдағы мәтіндерді, құжаттарды жазбаша аудару, келіссөз, халықаралық кездесу, конференция, семинарларда ауызша аудару, синхронды вербалды қатынас орнату. Аудармашы маманы заман талабына сай барлық кәсіпорындар мен мемлекеттік мекемелерде жұмыспен қамтыла алады. Кітапхана ісі мамандығы. Біліктілігі кітапханашы маманы. Аудандық, қалалық, облыстық, республикалық және министрліктерге қарасты арнайы кітапханаларда жұмыс жасай алады. Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану мамандығы. Іс қағаздарын жүргізуші маманның кәсіптік іс-әрекетінің түрлері. Іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру жөніндегі нормативтік әдістемелік материалдармен жұмыс жүргізу, кәсіпорынның кеңесші органдарының қызметін құжаттау, құжаттаудың электрондық базасын құрастыру, кәсіпорын басшысына қол қоюға апаратын құжаттардың дайындалуының, дұрыс жазылуының, келісілуінің, бекітілуінің сапасын қадағалау болып табылады. Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығы. Мемлекеттік білім стандартына сәйкес мектепке дейінгі ұйымдарда мектепке дейінгі жастағы балаларды тәрбиелеу мен оқытуды жүзеге асырады. Дене тәрбиесі және спорт мамандығы. Бұл мамандық бойынша түлектер спорт, білім беру мекемелерінің барлық түрлерінде дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі және спорт түрлері бойынша секцияларға жетекшілік етеді. Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы. Бұл мамандық бойынша түлектер техник бағдарламашы біліктілігіне ие болып, арнайы математикалық модульдеудің көмегімен компьютерлік бағдарламаларды және алгоритмдерді құрастырады. Олар IT компаниялар мен веб-студияларда, ғылыми зерттеу орталықтарында, жеке бағдарламашыны қажет ететін компанияларда жұмыс жасайды. Негізгі орта білім беру мамандығы. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімінің кәсіптік қызметі. Мектептердің барлық түрлерінде мемлекеттік білім стандартына сәйкес қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі бола алады. Бастауыш білім беру мамандығы. Мемлекеттік білім стандартына сәйкес бастауыш мектепте бастауыш білім беру мұғалімі информатика және шет тілі пәнінен сабақтар мен сыныптан тыс іс-шараларды ұйымдастырады. Құрметті талапкер, Семей көпсалалы колледжі сізге кәсіби мансап құруға кең мүмкіндіктер ұсынады. Заманауи құрылғылармен жабдықталған оқу кабинеттері, білікті оқытушылар сіздер үшін біздің мамандықтарымыздың ерекше әлемін ашады. Семей көпсалалы колледж, білімнің орасан күші.